Вампирлер көптеген қорқынышты кинолардың тақырыбына айналған адамдар. Олар кімдер? Шынымен бар адамдар ма? Әлде сценаристің қиялынан шыққан кейіпкер ме? Біз бүгін солар туралы тақырып қозғаймыз. Бауыр ауруларын зерттеуші танымал доктор Дэвид Долфиннің айтуы бойынша, вампир деп есептеген адамдар порфириямен ауруы мүмкін дейді. Бұл 200 000 адамның ішінен біреуі ғана шалдығатын сирек кездесетін ауру, яғни бауырдың генетикалық патологиясы. Бұл жағдайда қанның қызыл түйіршіктерінің гемоглобинінің дұрыс синтезделмеуі, ауруға тіпті күннің аз сәулесі де кері әсер етіп, терісі күйіп, әртүрлі іріңдер пайда болуы мүмкін. Сонымен қатар мұндай адамдардың көздері де күн сәулесіне сезімтал келеді. Барлық кітаптар мен фильмдерде вампирлердің азу тістері бар болып бейнеленеді. Негізінде порфирия ауруына шалдыққан кезде еріндері мен қызыл иегі құрғап, кішірейіп қалады. Нәтижесінде тістері ұшты және аңдардың тісіндей болады. Ал сарымсаққа төзбеуіне келетін болсақ, ол аллергиялық үрдісті күшейтіп, ауруды одан сайын үдетеді. Ал неге қан ішеді деген ең басты сұраққа тоқтала кетсек, орта ғасырларда мұны ауру деп те есептемеген және емдемеген де, оларды құбыжық ретінде қабылдаған. Басында айтқанымыздай, бұл ауру қанның дұрыс синтезделмеуінен. Ауыратын адамдар басқа адамның қанын ішу арқылы ауруын аздап болса да жеңілдеткісі келді. Қазіргі таңда порфириямен ауыратын адамдарды гемоглобин инъекциясы арқылы емдейді. Ал орта ғасырда ондай екпелер болмағандықтан көптеп қан ішуге тырысқан және гемоглобин жетіспеуі салдарынан өліп кетуі де мүмкін болғандықтан басқа адамның қанын қандай да болса жолмен табуға тырысқан. Әрине, бұл барлық симптомдар қорқынышты кинодағы кейіпкерлерге келеді және кино сценаристері сол ауруды көшіріп алғандай әсер қалады. Ал бұл аурудың пайда болуының басты себебі ерте кездері адамдар қан тазалығына мән бермей, жақын туыстарына үйлене бергендіктен. Міне, ата-бабамыздың қан тазалығына аса мән беріп, жеті атасын жаттатып жүруі осындай жаман індеттерді алдын алудан болар. Барлықтарың жеті аталарыңды жаттап, есте сақтап жүріңіз. Егер тақырып қызықты болса, лайк басып достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Назарларыңызға рахмет.